енді бізде денемізде гемоглобин және миоглобин деген бар. Қысқаша айтқан кезде гемоглобин бұл біздің қанымыздағы оттекті тасымалдайтын бір нәруыз. Миоглобин дәл гемоглобин сияқты, бірақ біздің бұлшық етте орналасатын оттекті сақтайтын нәруыз. Жаттап алыңыздар ғой. Гемоглобин қанда, миоглобин бұлшық етте. Жаттап алыңыздар. Сол себептен бұлшық еттер қызыл болып тұрады. Себебі құрамында миоглобин бар. Енді гемоглобин толығырақ не? Гемоглобин глобин нәруізі оттек тасымалдаушы қызметін атқаратын темір кешені гемнен құрылған. Гемоглобин. То есть гем бұл специально темір құрамында бар бір зат. Глобин бұл нәруіз. Осы екеуінің қосындысы гемоглобин. Гемоглобиннің әрбір граммы 1,34 см куб оттекті байланыстырады. Қысқаша айтқан кезде. Енді бұл оттекті қалай байланыстырады? Бір қызық нәрсе бар, қараңыздар. Кооперативті эффект деген бар. Бір суббірлікке оттек молекуласының қосылуы қалған үшеуінің оттекке тартылуын арттырады. Бұл кезде нәруіздің конформациясы да пішіні де өзгереді. Қысқаша айтқан кезде қараңыздар, мынау гемоглобин міне. Гемоглобинге бір оттек жабысса, мына жерге, оның структурасы бір суббірлігі өзгереді. Және де оттегіні тартып алу әсері күшейеді. Көбірек оттегі алуға тырысады. Оттегі қосылған сайын олардың түрлері өзгереді. Қараңыздар, мына жерде басқаша еді, мына жерде оттегі қосылған кезде басқаша болды. Біреуіне қосылды ма, қалған сразу магнит сақ тартып алады бұлар. Түсіндіре алдым ма? Гемоглобин жұмысы осындай. Бұны кооперативті эффект дейді. Енді гемоглобинмен байланысу мүмкін оттек мөлшері ортадағы оттек күшіне байланысты. Яғни қысқаша айтқан кезде ауадағы оттектің парциалды қысымы. Оттек қанша көп болса, соншалықты тезірек гемоглобинге жабысады. Соншалықты бізге пайдалы. Қысқаша дегенде осы. Яғни оттек күші деген, ортадағы оттек күші. Енді миоглобин мен гемоглобиннің айырмашылығы неде? Бір-бірімен қалай жұмыс жасайды? Бұны диссоциялану қисық сызықтарында көре аламыз. Яғни оттектің парциалды қысымның әртүрлі мәндеріне берілген нәруыздардың оттекпен қаншалықты қаныққанын көрсетеді. Қысқаша айтқан кезде мынаны жаттап алыңыздар. Миоглобиннің сызығы гипербола, гемоглобиндікі сигмоидты. Яғни гемоглобин нәруыздардың оттекпен қанығу дәрежесіне байланысты, процентіне байланысты S ретінде өзгеріп тұрады. Жай көтеріледі де, сосын қалпына келеді. Түсіндіре алдым, я? Ал миоглобин резко көтеріледі. Не себептен? Айырмашылық неде? Гемоглобин нәруізді, мысалы, біреуін жабыстырды, қалған тез жабыстыруға тырысады. Сол себептен бір жабыстырды да потом тек үлкейеді. А миоглобин нәруізді, миоглобин нәруізі оттекті жабыстырып, жинақтағанды жақсы көреді. Жинақтай береді. Сол себептен ол резко өседі. Оның құрамындағы оттектің дәрежесі резко өседі. Сол себептен біздің бұлшық еттегі оттектер өте көп мөлшерде, всегда. Түсіндіре алдым ғой? Біздің бұлшық ет оттекті жинақ отырғанды жақсы көреді.